Так, медицинская рота войсковой части 32-363. Это десантники, да, у нас здесь находятся? 35-я бригада. Десантура. Здесь мы медицинская рота, да, здесь? Да, да. Ага. И здесь сейчас. Так, как раз. Так, здесь. Здравствуйте. Понаблюдаем за вашей работой, хорошо? Здравствуйте. Госпиталь екінші уровень жаңағы Талдықорғандағы госпиталь. Екінші уровень. Үшінші уровень лазарет және Саразек. Мынау уже әскери, войсковой уже әскери бөлімнің медицинский ротасы. Все, барлығы жиналды ғой, да? Иә, жиналды. Құрметті әріптестер, біз біздің сапарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен бірге әскери медицинаның енді біз сіздермен жаңа өттік. Талдықорған ол екінші уровендегі госпиталь, одан кейін Саразек, жәндегі лазарет, әскери лазарет, ол екі және де одан үлкен әскери бөлімдерге арналған. Мынау енді бұл медициналық рота деп аталады. Бұл тактикалық буындағы мекеме, медициналық рота, ол осы әскери бөлімнің медициналық ротасы. Қонаев қаласында, Қонаев қаласындағы. Бұл да сол барлық осы жердегі әскери қызметшілерге жаңағы диагностикалық, емдеу, басқа да қызметтермен қазір сіздермен бірге осы бір алып өтеміз. Енді бұл жер десанттық әскерлер, осы жерде мен лейтенант бірінші форманы киген, сондықтан бұл жердің ауасы да барлық енді десанттықтарға олар бөлек қой, енді әскердің ең мықты жігіттерді осында Қазақстаннан таңдап алып келеді. Бұлар енді бұрынғы біздің ата-бабаларымыздың Төлеңгөт, жәндегі батальон Бешімов дейді ма, сондай особый сондай жігіттер, жүрегі де барлығы сол сай. Өздеріңіз байқаған шығарсыздар, кіргеннен енді маған деген ауасы бөлек. Бұл өзгерістер қандай бұл жаңарды ма? Бұлар сол атына сай бригаданың бірі. Бұрыннан естіген шығарсыздар, осы бригадада қандай қиыншылық болса да бірінші ол осы жерден тәжік ауған шекарасына кеткен.